Армысыздар, құрметті көрермендер. Қазақ әйелдерінің тағдыры қашанда қиын болған. Мысалы, кезінде жаугершілік заманда қазақ әйелдері қолға түссе, жауға күң болған. Және де өзінен бірнеше есе үлкен қарттарға тұрмысқа шығуға мәжбүр болды. Ал Ұлы Отан соғыс жылдарында тылда жұмыс істеп, еркектердің атқаратын жұмыстарын атқарды. Ал 90 жылдары базарда ала-дорба арқалап, отбасын бағуға мәжбүр болды. Ал қазір бейбіт заманда Құдай қосқан күйеулерінің қолынан қаза тауып жатқан қазақ келіншектері аз емес. Байғұс әйелдер не жазды? Күйеулері оларды өлтіретіндей не істеді? Біз бүгінгі видеода осыған кеңінен тоқталамыз. Біз бүгін отбасылық зорлық-зомбылық салдарынан отағасының қолынан өлген 5 қазақ әйелі жайлы айтатын боламыз. Күйеулерінің қолынан өлген қазақ әйелдері туралы айтқанда, ең бірінші еске Салтанат Нүкенова түседі. Өткен жылы күзде Қазақстанның бұрынғы ұлттық экономика министрі Қуандық Бишімбаев әйелін өлтіріп қойды деген суық хабар тарады. Бұл қоғамда үлкен резонанс тудырып, жұрт экс-министрді қатаң жазалауды талап етті. Салтанат Нүкенова 1992 жылы 15 мамырда Павлодарда дүниеге келген. Салтанат кішкентайынан өте ақкөңіл, ашық мінезді, көңілді қыз болып өседі. Ол айналасына күн секілді шуақ шашып, ылғи туған туыс, дос-жарандарын қуантып жүреді. Ол арманшыл қыз еді. Ол өскенде танымал тележүргізуші болғысы келді. Мектепте үздік оқып, колледж бен институтты бітіреді. Оқу бітірген соң Салтанат астрологиямен айналысады. Ол клиенттеріне жеке консультациялар жүргізді. Астрология арқылы қандай жұмыс таңдау керектігін, жұмыста не істеуге болады, не істеуге болмайды, жалпы өзін қалай ұстау керек, қандай принцип бойынша жүріп тұру керек, өмірлік мақсатты қалай құру керек, осының барлығын түсіндірді. Көпшілік Салтанаттың кеңестеріне риза болып, оған алғыстарын білдіріп жүрді. Салтанат өзінің болашақ күйеуімен жұмыс барысында танысады. Негізі Салтанат ер адамдарды қабылдамайтын. Бірақ Бишімбаев Инстаграмда Салтанаттың суретін көріп қалып, оған күнде жазып, консультация өтіңіз деп қоймай қойған. Бишімбаев бой бермей жүріп, басында онлайн кейін офлайн консультацияға келіскен. Сосын Салтанатқа көңілін білдіре бастаған. Бишімбаев оның соңынан қалмай, кейін үйленуге ұсыныс жасады. Алғашқыда Салтанат оған қарсылық білдіреді. Бірақ Салтанат арада біраз уақыт кейін ойлана келе Бишімбаевтың өткен өмірін біле тұра оған тұрмысқа шығуға келісті. Бұл өзінің шешімі болды. Себебі Салтанат оған ғашық болып қалған еді дейді Нүкенованың ағасы Айтбек Амангелді. Осылайша 30 жастағы Салтанат Бишімбаевқа тұрмысқа шыққанда жүзі бақыттан бал-бұл жайнап тұрды. Ол әлемдегі ең алтын еркектің асыл жары болғанын айтып, күйеуіне күнде дәмді тамақ жасап беремін деп әлемге жар салады. Және бұл шешіміне ешқашан өкінбейтінін мәлімдейді. Салтанат өзінен 12 жас үлкен Қуандықпен бір айдай өте бақытты ғұмыр кешеді. Бір айдан соң олардың алғашқы ұрыс-керістері басталады. Бұл туралы Қуандықтың анасы Альмира Нұрлыбекқызы былай дейді. Салтанат бар болғаны бір жарым ай ғана жақсы әйел бола алды. Ал одан кейін өзгере бастады. Балам да өзгере бастады. Екеуі де іше бастады. Күн сайын ішетін болды. Ал әкесі Уәлихан Бишімбаевтың айтуынша, Қуандық пен Салтанат бір-бірін толық танымай асығыс үйленді. Соның салдарынан олар берекеге негізделген берік шаңырақ құра алмады. Отбасында ыдыс-аяқ сылдырламай тұрмайды демекші, Қуандық пен Салтанат жиі жанжалдасып қала беретін болды. Олар бір-бірін қызғанып, бір-бірін аңдумен болды. Тіпті Салтанаттың бұған жүйкесі шыдамай, Қуандықтан кетіп қалыпты. Салтанат Қуандықпен айырылысып, өзі бөлек пәтерге шығып, өз өмірін қайта құрамын деді. Барлығы жақсы болатын. Бірақ 26 қазан күні Салтанат қосылдық, некемізді тағы қидық деп сурет жіберді. Біз қатты таң қалдық. Салтанат тағы бір рет мүмкіндік беремін деп шешіпті. Қуандықтың отбасында қолдау жоқ, бір-біріне жақын емес деп Салтанат оны аяп жүретін. Оны мен ғана түсінемін, аяймын, қолдаймын дейтін. Кетіп қалсам, менсіз не істейді деп ойлайтын дейді Айтбек Аманкелді қарындасы туралы. Салтанат Нүкенова өте мейірімді болған. Ол енесімен өте жақсы тұрған. Туған туыстарына мерекелерде ылғи сыйлықтар сыйлаған. Салтанатты ешкім жаман деп айта алмайды. Яғни Салтанаттың өмірге деген көзқарасы Қуандықпен сәйкес келмеген. Сол себепті де екеуінің арасында жанжал жиі орын алып тұрды.
Бірақ ол ылғи күйеуін қорғап жүреді. Ол күйеуінен зәбір көргенін ешкімге айтпауға тырысқан. Марқұмның құрбысы Индира Қайратқызы Салтанат Нүкенованың денесінде жарақаттарды байқағанын жеткізді. Қазан айында құрбымыздың кешіне жиналғанда Салтанат көзілдірік тағып келді. Көзінің асты көгеріп қалған екен. Бірақ көзінің көгеруін әркімге әртүрлі түсіндірген. Маған таңертең ұйқыдан оянғанда тумбочкаға соғып алдым деді. Басқа құрбыма косметологтың қателігі деген. Мұның бәрін соңынан білдік. Сол кезде қуандықтың қол көтергенін білдім. Өзінен сұраған едім, жоқ, ол ұрған жоқ деді. Мен Салтанатқа ажырасу керегін жеткіздім. Екеуі некесін ресми қимағандықтан кетіп қалса да болар еді. Әйткенмен үнемі қуандықты қорғайтын, ол кезде мен қателік жасадым. Оның қандай адам екенін білмейсің, қанша адамға көмектесті. Мені құрбы ретінде тыңда, ақыл айтудың керегі жоқ деді. Сол кезде жылай бастады. Қанша жыл дос болсақ та, ешқашан ұрыспағанбыз. Оның үстіне жылағанын да алғаш көруім дейді құрбысы. Өкінішке қарай, бәрі кеш еді. 9 қараша күні Астанадағы Бау ресторанында Қуандық Бишімбаев Салтанат Нүкеновамен болған даудан соң оған қол жұмсайды. Ол сол жерде есінен танып қалады. Ол жедел жәрдем келгенше жан тапсырды. Кейінірек экс-шенеунік ұсталып, тергеу жұмыстары жүргізіліп, сотта алқабилердің шешімі бойынша 24 жылға сотталды. Әйелін өлтіріп алған Бишімбаев сол кезде өз-өзіне қол жұмсамақшы болады. Тамыр соғысын іздей бастадым, бірақ таба алмадым. Шошып кеттім де, Бақытжанға телефон соғып, тез жет дедім. Ол да тамыр соғысын іздей бастады, таба алмады. Сосын жедел жәрдем шақыруға кетті. Мен жақындап аузын ашқым келді, алайда оның жағы қасарысып қалғанын көрдім. Осы сәтте мен оның жүріп кеткенін түсіндім. Жедел жәрдем келіп, реанимация шараларын жүргізе бастады. Мен ас үйге барып, пышақ алып, өз-өзіме қол жұмсағаным дұрыс болар деп ойладым. Сосын полиция келді деп баяндады Бишімбаев. Салтанаттың өлімінен соң Қазақстанда отбасылық зорлық-зомбылыққа қарсы заң қабылданды. Енді әйелін ұрғандар қылмыстық жауапкершілікке тартылып, түрмеге қамалатын болды. Әйелі кешірім берсе де, еркекті түрмеден босатпайды. Енді бұрынғыдай әйелін ұрып, артынша онымен дастарханда шай ішіп отыратын заман келмеске кетті. 2023 жылы Алматыдағы заңгер Айман Асанованың өлімі де көптің наразылығын туғызды. Талғат Нұртаев пен марқұм Айман 2019 жылы отау құрған. Алайда 3 жылдан кейін екеуі дәм тұздары жараспай ажырасады. Бірақ оқиға бұнымен бітпеген. Әйеліне кек сақтап қалған күйеуі оны жазаламақ болады. Ол бұрынғы әйелінің үйден шыққанын күтіп тұрған. Айман Асанова кетпек болған кезде оны басы мен мойнынан 18 рет пышақтап, оқиға орнынан қашып кеткен. Айман Асанованы көшедегілер көріп қалып, ауруханаға жеткізеді. Бір күннен астам қаланың үздік дәрігерлері Асанованың өмірі үшін күресті. Алайда заңгерді құтқару мүмкін болмапты. Ол ауруханада жан тапсырады. Көп ұзамай қылмыс жасаған күйеуі ұсталады. Ең сорақысы, судья оны аффект күйінде қылмыс жасады деп 1,5 жылға ғана соттайды. Тергеу изоляторындағы әр күні 2 күнге теңестірілгендіктен, ол 9 ай ғана жазасын өтейтін болып шықты. Бұл іске қатысты қоғамда дау шығып, бәрі қарсы шығады. Нәтижесінде үкім күшін жойып, аффект күйі алып тасталды. Бұл кезде сот алқабилер қатысуымен өтті. Алқабилер ер адам әйелін қасақана өлтірді деп танып, Талғат Нұртаев 11 жылға бас бостандығынан айырылды. Әрдайым көтеріңкі көңіл күйде, әлем елдерінде саяхаттап жүретін. Бір күні оны Астанадағы әуежайда кездестіріп қалдым. Сол кезде тұрмысқа шыққаны жайлы айтты. Мұңлы екенін байқадым. Тұрмысқа шығуға анасы көндірген, өзі ана атанғысы келген. Сөйлесіп тұрғанымызда күйеуі жиі телефон соққан еді. Бұл оған ұнамайтынын аңғардым. Жүрегім ауырады, жатқан жері жайлы болсын дейді әріптесі Гүлнар Жуаспаева, ал әйелін өлтірген Нұртаев былай дейді. Жеке араздық пен өшпенділік салдарынан менде Айман Асанованы өлтіруге бағытталған қылмыстық ниет болды. Оның күн жоспарын білгендіктен, Қазыбек би көшесіндегі 125 үйдің жанында өлтіруге бел байладым. 2022 жылы Қызылордада 3 баланың анасы Ажар Шадиеваны күйеуі соққыға жығып өлтірді.
Оқиға болар күні Ажардың туған күн кешін атап өту үшін караокеге күйеуі, оның досы және ағайындары жиналған. Сол кеште Ажарға қайын ағасы айғайлап жұлқылаған, күйеуі де оған қосылып, Ажарды далаға шығарып, тепкінің астына алған. Келіншектің денесінде көптеген көгерген, кесілген жерлер анықталған. Оған қоса оның қабырғалары сыныпты. Оны асфальт бойымен сүйреп апарған көрінеді. Оқиға бейнебақылау камераларына түсіп қалды. Осы тұста полиция соққыға жығылған әйелді көре тұра, оған көмек шақырмай, Ажарды күйеуінің көлігіне тиескен. Ал марқұмның жұбайы мен қайын ағасы оның денесін үйге апарып жуып көрпеге орап қойыпты. Руслан Отарбаев бұл қылмысы үшін 12 жылға бас бостандығынан айырылды. Ажардың артында 3 баласы қалған. Ең кішісі 2 жаста. Ол балаларын қатты жақсы көрді. Бір өзі жұмыс істеп, отбасын қамтамасыз етіп отырды. Балаларын ешкімнен кем қылмады деді марқұмның құрбысы Белла Іңкәрбекова. Ажардың құрбылары оның ақжарқын, мейірімді, жақсы адам болғанын айтады. 2021 жылы 19 сәуірде Орал қаласында Урдинская көшесінде сұмдық оқиға орын алған еді. Ер адам өзінің ажырасқан әйелі Айнагүл Хайруллинаны 18 жерден пышақтап тастаған. Әйелді ауруханаға жеткізгенімен көп уақыт өтпей жан тапсырды. Қылмысқа қатысы бар деген күдікпен полицейлер марқұмның бұрынғы күйеуін тұтқындады. Ол әкімдікте жұмыс істейтін мемлекеттік қызметкер болған. Қылмыстың себебі қызғаныш болған дейді. Күйеуі әйелін қатты қызғанған екен. Ол Айнагүл Хайруллинаны жеке меншігім деп санаған. Қылмыс болар күні шамамен сағат 4:30-да киімінің қалтасына пышақ салған Бауыржан Хайруллин бұрынғы әйелінің жұмыс орнына келген. Қылмыстық ниетін білмеген Айнагүл оның артынан шыққан. Мекеме жанында Хайруллин қасында ешкім жоқ екенін білген соң, қалтасындағы пышақты шығарып, әйелін пышақтап тастаған. Асқан қатыгездік танытқан. Кейін әйелді жерге құлатып, пышағын оңды-солды сілтеген. Айнагүл Хайруллина өмір үшін күресіп, пышақтауды доғаруын сұраған. Алайда Хайруллин оған қарамай, әйел ешқандай белгі бермегенде ғана қылмыс орнынан қашып кеткен деді мемлекеттік айыптаушы Сәкен Молдашев. Осылайша Айнагүлдің артында 2 баласы жетім қалды. Оны өлтірген бұрынғы күйеуі 15 жылға қамалды. Шымкентте 2022 жылы 39 жастағы жергілікті тұрғын Раушан Перманова күйеуінің қолынан қаза тапты. Әйелдің өліміне мұсылмандық некедегі 50 жастағы күйеуінің қызғанышы себеп болған. Өлім туралы куәлікте оның мойнында көптеген жарақаттар болғаны жазылған. Туыстарының айтуынша, мәйітханадағылар сараптамасы бойынша Раушан 2 минут ішінде қайтыс болған. Ер адам оның мойын тамырына, жүрегіне, балтырына шамамен 4 рет пышақ сұққан. Пышақ іздерінен басқа, олар көгерген жерлерді көргендерін айтады. Сот үкімі бойынша Ермек Қабылбаев 11 жылға бас бостандығынан айыру жазасын қатаң режимдегі колонияда өтейді. Сондай-ақ ол марқұмның отбасына 10 миллион теңге көлемінде өтемақы төлеуі тиіс деп танылды. Марқұмның артында 2 қызы қалған. Олар қазір нағашы жұртының қамқорлығына өткен. Отбасында күйеулерінен таяқ жеп үндемей жүрген талай келіншек бар. Түрлік ақпараттық порталдарда күйеулерінен зәбір көрдік деп талай келіншек шағымданып шықты. Мұндай оқиғалар елімізде көбеймесе сиремей тұрғаны жасырын емес. Сол себепті де биыл тұрмыстық зорлық-зомбылыққа қарсы шыққан заң осыны тоқтатады деп сенейік. Әрбір еркек өзінің таңдап алған жұбайын аялап ұстап, оған қол көтермеу керек. Сонда ғана отбасында береке болады.